Penguin vocabulary 21 unit. Бүгінгі тақырып бізде what are they saying? Олар не деп жатыр? Мына жерде әртүрлі ситуациялар берілген суретте, соларға әркімнің не деп айтатынын көреміз. Бірінші мыналарды өтіп алайық, хорошо? After you деген сізден кейін деген сөз. Сіз бірінші болыңыз, сізден кейін. Watch out деген абайла деген сөз. Watch out деген абайла. Осторожно, абайла деген сөз. Nice to meet you. Сізбен танысқаныма қуаныштымын деген сөз. Excuse me, please. Кешірім сұрайын, пожалуйста. Бірдеңе дұрыс емес дегенде кешірім сұрайсың, бүйтіп қате істеп қалғанда кешірім сұрайын дейсің. Hold on, please. Hold on деген тоқтай тұр. Подожди, пожалуйста. Қазір тоқтай тұршы деген сөз. Bless you. Сау бол деген сөз. Адам түшкіргенде айтылады. Take a seat. Отыра беріңіз, отырыңыз деген сөз. Help yourselves. Help yourselves деген алып жей беріңдер деген сөз. Прямой мағынасы өз-өзіңе көмектес, бірақ енді алдарыңа ас қойдық, енді қарап отырмаңдар, жей беріңдер деген сөз ғой. Давай жеңдер деген. Cheers деген бізде андай екі стаканды бір-біріне ұрып, типа за здоровье деген ішетіндер бар емес па? Біз болсақ шай ішеміз, сөйтіп бір стакандарды соғып спаймыз, стаканды соғып не алғанда cheers дейді. I'm terribly sorry, мен өте қатты кешірім сұраймын деген сөз. Excuse me, please. Мне кажется, мынау бізде excuse me, please дегенді біреуді өзіңе қаратқан кезде ше, кешіріңіз, бірдеңе сұрасам бола ма деген, сондай. Хорошо, мен ситуацияларды көрейік. Мына жерде ситуация деп жазып қойған, уже істелінген. Мына мама сөйлесіп жатыр телефонмен, мына баласы столды қиратайын деп жатыр. Бізде hold on, please. Телефонға айтып жатыр. Подожди, пожалуйста, менің балам қиратайын деп жатыр дейді. Хорошо? Келесі мына екі адам дірілдеп тұр. Плавкілерде мына мұздай суға түскісі келіп жатыр. Мынау бір-біріне айтып жатыр. Сен бірінші деп. After you дейді. Болады мына жерде. Келесі мына жерде атишу дейді. Ачу деген сөз ғой, типа түшкіріп жатыр мынау. Хорошо, мынау түшкірді. Мынау оған не деп жатыр? Сау бол дейді. Bless you. F болады. Хорошо. Келесі, мына жерде төртінші, мынау линияны сызып жатыр, мынау келіп, роликтармен мынаны сызығын қисайтып жіберді. Бұт шықылды бәрін. Енді мына қыз сұрап жатыр, ойбай, кешірім сұрайым. Ол бізде болады, I'm terribly sorry. J болады. Хорошо. Келесі, мына жерде, мына балалар, мына жерде пирамида салып жатыр. Бір гара салып жатыр, мына мамасы айтады. Абайла дейді. Абайла дегенде watch out. Абайла, watch out. Ол B болады бізде. Келесі алтыншы ситуация, мына жерде стоматологқа келді, мына қорқып жатыр, мына орындыққа, пожалуйста, отыра беріңіз дейді. Take a seat. Отыра беріңіз деген сөз. Отырыңыз мына жерге деген. Келесі мына екеуі стакан қағысып жатыр, оны жаңа ғана айттық, ол cheers болады. Так. Келесі мынау мамасы тамақ тауып берді, мына екі балаға айтып жатыр. Ал енді жей беріңдер деген сөз. Help yourselves. H. Келесі мына жерде мына инопланетян мен мына космонавт екеуі танысып жатыр. Сол үшін бір-біріне танысқаныма қуаныштымын дейді. Nice to meet you. C болады. Енді мына жерде мынау үй құлап жатыр, мына суретке түсіріп жатыр, мыналар айтып жатыр. Кешірім сұрайым, бір қарасаңыз бола ма деген сөз. Кешірім сұрайым деген сөз. Excuse me, please. Қайсы еді? B, C, D болады. D болады. Хорошо. Енді егер сендер бір адамға айтып жатсаңдар, типа ас болсын жей бер десеңдер, help yourself болады. Да? Жекеше тұр. Бір адамға айтатын болсаңдар. Бірақ егер екі немесе одан да көп адамдарға жей беріңдер десең, онда help yourselves болады. Help yourself бір адамға, help yourselves көп адамға мынау. Хорошо? Енді cheers дегенде сен айтасың,
екеуін қағыстырғанда, екеуі ішіп отқанда қағыстырғанда cheers деп айтады. Енді cheers дегеннің тағы да бір қолданысы бар, ол мағынасы thank you дегенге, рахмет дегенге де қолданылса болады. То есть thank you деудің орнына cheers десе де болады. Екеуі мағынасы бірдей болады. Хорошо? Сол үшін біз стаканмен соғыстырған cheers'ті қолданбаймыз, потому что ол бізде дұрыс емес. Біз дұрыс жағын қолданамыз, cheers деп, рахмет деп айтамыз. Алла разы болсын деп айтамыз. Поэтому cheers, келесі сабақ көріскенше.